Қайырлы кеш, тілші мырза, көзіңді аш. Басың қатты айналып тұрған болар енді. Біздің жігіттер токпен қатты соғып жіберіпті. Ойлаш, сен 2 күн бойы жаттың осылай. Деп маған сөйлеп жатқан адамның даусынан оянып кеттім. Көзімді ашып жан-жағыма қарасам, аппақ бөлмеде жатыр екенмін. Және мен байлаулы күйде жатырмын. Тіпті қозғалуға мүмкіндік жоқ. Және алдымда тұрған ақ киімді дәрігерді көрдім. Дәл осы дәрігер маған сөйлеген секілді. Сенің оянғаныңды күте-күте жалғып кеттім. Сен кімсің? Деп мен басым айналған күйде сұрадым. Дәл осы сұрақты саған да қойғым келіп тұр. Бірақ жақсы, менің есімім Генри. Мен осы жындыхананың бас дәрігерімін. Мені неліктен бұлай жатқызып қойғансыңдар? Неліктен? Қалай сонда? Сенің есіңде жоқ па не? Біз негізі сенің кім екеніңді зерттедік. Сен орташа деңгейдегі танымалдау тілші екенсің. Осы қаладағы тұрғындардың басым көпшілігі танитында болар сені. Я, таниды. Сен білесің бе, Генри, мен жоғалып кетсем мені іздейтінін. Мені жақын танитын қала тұрғындарынан бастап ең білікті ақпарат таратушы компанияларға дейін мені іздей бастайды. Сосын не болады? Олар сені шынымен тауып алады деп ойлайсың ба? Жоқ, бұл мүмкін емес. Мен саған бірден айтайын. Енді сен бұл жындыхана ғимаратынан аман сау күйіңде шықпайсың. Үмітіңді үзе берсең болады. Сен бұл жерге бекер келдің. Осы жындыханаға келіп, біздің жасап жатқан былықтарымыздың бәрін камераға жазып, жай ғана кетіп қала саламын деп ойладың ба? Өте өкінішті, қатты қателескен екенсің. Мені бәрібір іздеп тауып алады. Мен ақпарат таратушылардың алдында беделдімін. Мен олар үшін маңыздымын. Олар мені іздеп тауып алатынына мен сенімдімін. Сол кезде көреміз сенің қандай күйде болатыныңды. Тоқташ, мен саған айттым ғой үмітіңді үзе бер деп. Сені ешкім құтқармайды, сен жай ғана бізді үркіткің келіп тұр. Бары осы ғана. Жоқ, Генри, менің айтқанымның бәрі орындалады. Меніңше сен бізді бағаламай тұрған секілдісің. Дәл қазір сен бізді ақымақ ретінде көріп тұрсың. Және бұл мені ашуландырады. Білесің бе, біз сенің құрал жабдықтарының бәрін тексеріп қарадық. Соның ішінде сенің ұялы телефоның да бар. Біз ұялы телефонның ішін бұзып кірдік те өзімізге керекті бірнеше ақпараттарды біліп алдық. Сен жаңа айттың ғой, мен біліктімін деп, бірақ сен соңғы 2 айда таңғаларлықтай ақпараттарды шығармадың. Және пошта жәшігіңді тексердік. Сөйтсек ақпарат таратушылардың хабарлама жазғандарына біраз уақыт болыпты. Яғни сен ешкімге керек емессің. Сенің тіпті жақын адамдарың да жоқ. Сені бәрі ұмытып кетеді. Мен бұл сөздерді естігеннен кейін үміттерімнің бәрі су сепкендей басылды. Себебі ол шындықты айтты. Бірақ бізде әлі бір сұрақ бар. Сен бұл жерді қалай тауып келдің дейін десем, саған бірі осы ғимарат туралы хабарлама жіберген екен. Соның жазбасы бойынша осы жерді тауып келген екенсің. Енді маған жауап бер. Ол кім? Өзім де білмеймін. Ол маған жазды, мен осы жерге келдім. Мен білемін, сен маған қазір өтірік айтып тұрсың. Шынымды айтып тұрмын. Ол маған анонимді тұрғыда жазды, мен оны қалай білемін? Онда шындықты айтқанша сені жазалаймыз. Ертең таңғы 6-да басталады. Не басталады? Түсінбедім. Дәрігер Генри дәл осылай айтты да бөлмеден шығып кетті. Маған жазған адамның кім екенін негізі білмеймін, бірақ өтірік айта салуым қажет еді. Мүмкін сол кезде ол мені жазаламайтын ба еді, деп қатты ойландым. Кенеттен бөлмеге 2 дәрігер кірді, және олар маған күштеп тұрып бір дәріні ішкізді. Және мен бірден есімді жоғалттым. Кенет электр тоғының дыбысын естіп оянып кеттім. Көзімді ашсам 2 дәрігер алдында тұр. Қолдарында тоқпен соғатын құралдары бар. Және Генри қасыма жақындап, ал тілші сымақ неме, соңғы мүмкіндік. Маған ол адамның кім екенін айт, солай сен босап шығасың. Шынымды айтсам, мен сол кезде өтірік айтқым келді. Бірақ сөйлей алмай қалдым. Тілім бұрмаланып қалды. Генри менің сөйлеуімді күтті, ал мен болсам сөйлей алмадым. Ол солай бөлмеден шығып кетті. Және бәріңізге белгілі болғандай,
Электр тоқтары бүкіл денеме тарап, жететін деңгейде олар мені қинап тастады. Екі дәрігер еш сөз айтпастан мені 4 сағатқа дейін қинады. Олар өздігімен тоқтады деп ойлайсыңдар ма? Жоқ, мен өзім тоқтадым. Менің ағзам бұл ауыртпашылықты 4 сағатқа дейін көтергеннен кейін өзі өшіп қалды. Бірақ көзімді ашсам, тағы да электрдің дыбысынан оянып кеттім. Алдымда Генри тұр. Соған қарағанда олар мені соңына дейін, мен шындықты айтпағанша азаптайтын секілді. Маған шындықты айт. Ол кім? Өкінішке орай мен бұл жолы да сөйлей алмадым. Білмеймін, аузым бұрбаланып қалды. Миым солып қалған секілді. Бәрі дәл кешегідей орын алды. 4 сағатқа созылған азаптау және өшіп қалдым. Дәл осылай келесі күні де, арғы күні де орын алды. Солай бірнеше күндік азаптанулардан кейін мен алдындағы бірінші жатқан бөлмеден ояндым. Шамасы Генри менің шындықты айтып тұрғанымды түсінген секілді. Немесе мені келесі экспериментке дайындап жатыр. Осы кезде бөлмеге тағы 2 дәрігер кірді. Және бір дәрігер менің қасыма жақындап, мына суды іш, сенің жақсырақ болуың бізге керек. Қорықпа, бұл ешқандай ұйықтататын дәрі емес. Деп ол маған айтып жатқан кезде, кенеттен оның артында тұрған екінші дәрігер оның басынан балғамен ұрып талдырып тастады. Бауырым, кешірші, мен бұл жерге кешігіп келдім. Сені ертерек құтқаруыма болатын еді. Деп кенеттен дәрігер мені жарылқай бастады. Тоқта, сен кімсің? Мені білмегенің жөн, бірақ мен сені осы жындыханадан шығарып алу үшін боламын. Солай есепте бер мені. Мен одан кімсің деп ұзақ уақыт сұрап тұра алмадым. Себебі менің басым қатты айналып тұрған еді. Тіпті мен үмітімді үзген адаммын. Генридің айтқан сөздерінен кейін мен бірінші күні-ақ осы жындыханада қаза боламын деп беріліп қойған адам едім. Бірақ менде жаңа үміт пайда болған секілді. Қане бауырым, мына суды ішіп ал. Бұның ішінде адамның өзін жақсы сезіну үшін арнайы дәрумендер қосылған. Сен уақытша өзіңді жақсы сезініп кетесің. Менің салғыласып тұратын уақытым жоқ. Мен ойланбастан сол суды ішіп алдым. Негізі мені кезекті рет ұйықтатып тастайтын шығар деп ойлаған едім. Бірақ әсері бірден сезілді. Мен өзімді шынымен керемет сезініп кеттім. Соған қарағанда бәрі шын секілді. Және осы жерде бір ой келді. Генридің арам ниетін түсініп қойдым. Ол мені жақсы сезіндіретін дәріні бергеніне қарағанда, мені келесі экспериментке дайындағысы келген секілді. Яғни дәл осылай мен қаза болғанша жалғаса беретін шығар. Яғни не болса да бұл адам маған бекер көмектесемін деп келген жоқ. Ол мені бұл жерден алып шығады. Және шынымен де 10 минут өтер-өтпес уақыттан кейін мен өзімді еркін сезіне бастадым. Бұл дәрі шынымен көмектеседі екен. Бұл жақтан шығып кеткенше өзіңді жақсы сезінетін боласың. Енді мені тыңда. Қазір осы бөлмеден шығамыз, және дәлізбен алға жүрген кезде оң жақта бөлме болады. Соның ішінде кәріз құбыры бар. Яғни төменге түсіп кетеміз. Содан кейін сол құбырмен жүріп, бұл жындыхана ғимаратынан 100 метр алыстан шыға келеміз. Сөйтіп, сол бөлмеге бардық. Мына бөлмеден қатты алыста орналасқан емес екен. Кәріз құбырына түсіп кететін бір дөңгелек тесік бар. Жай ғана ішіне түссем болды. Бірнеше күн бойы азаптаулардан құтыламын. Маған сен, бауырым, мен осы уақытқа дейін бірнеше емделушілерді құтқардым. Бірақ маған бір ой келді. Бұл жерде мен құр-қол кеткім келмейді. Мен ол Генриден кек аламыз деп айтқым келіп тұрғаным жоқ. Бірақ кем дегенде мен бұл жерге қандай мақсатпен келдім, сол мақсатымды орындап кетуім қажет. Сонда камера ма? Камера. Менің камераларым қайда орналасқан? Мен ол камераларыммен бұл жындыханада қандай сұмдық былықтар болып жатқанын жазба ретінде жазып алсам болғаны. Ары қарай тәртіп сақшылары өздері айналысады. Түсініп тұрған боларсың. Мен оларға айғақтарды көрсетуім қажет. Сол кезде сенімді бола аламын. Ал енді ол камераларым қайда? Шынын айтсам, мен білмейді екенмін. Бірақ мен саған өз ұялы телефонымды берейін. Ұялы телефон арқылы бәрін жазып ал. Сөйтіп мына жомарт дәрігердің телефонын алдым, және бірден жазбаға түсіре бастадым.
Дәл мына бөлмедегі отырған жынды адамдардың бәрін жазып алдым. Оларды қинап ұстап, ауыр эксперимент жасап жатқанын, қысқасы бәрін айттым. Бәрін тез арада жазып алдым. 5 минутқа жетер-жетпес уақыт. Сөйтіп, түсіріп болғаннан кейін, әлгі құбырдың ішіне түсіп кеттік. Құбырмен жүре келе, шығатын бір жерді таптық. Бұл дәрігер рас айтқан екен. Құбыр арқылы далаға шықсақ, әлгі ғимарат бізден шамамен 100 метр алыста орналасқан. Солай бәрі негізі сәтті аяқталды. Мен өз үйіме бардым. Сол жындыханада шамамен 10 күндей болыппын. 10 күн азапталған екенмін. Және телефонға түсірген жазбаларды барлық жерге таратып жібердім. Тәртіп сақшылар ең бірінші мезетте сол жындыханаға барды және барлық дәрігерлерді тұтқындады. Бірақ бір дәрігерден басқа ол өзіне қол жұмсапты.